Сәлем қыз-келіншектер, бүгін сіздермен дрожж қосылмаған нан дайындайтын боламыз. Ал енді видеоны соңына дейін қарамас бұрын, бірінші подписаться деген қызыл кнопканы басамыз, қоңыраушаны басып, все деп таңдап қоямыз. Сол кезде әр салған видеомды бірінші болып көресіздер. Ал кеттік, бастайық. Ең бірінші жоғары сұрыпты ұнды иліктен өткізіп саламыз. Ортасын ашып, үстіне 300 грамм айранды құямыз. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық ас содасын саламыз. Және де 10 грамм қопсытқышты салып, жақсылап қамыр илейміз. Осы иленіп жатқан қамырымыз қап-қатты болмау керек. Бірақ қолға жабысқақ қамыр болып шығады. Менің осы дәл сәтте қолданған айран магазиннің айраны. Сіздер үйде қолдың айраны болса, оны қолдана берсеңіздер болады. Дәл осы қамыр илеу барысында кез келген дәнді қосып жасасаңыздар да болады. Менің даусыма мән бермей қойыңыздар, кішкене тамағым ауырыңқырап қалған болатын. Ал айранға келетін болсақ, айранымыз қатты сұйықта болмау керек, қатты қоюда болмау керек. Мінекей столдың үстіне қойып, нанымды илеп алдым. Енді екіге бөліп алып, қамырымызды домалақтап алып, ұн себе отырып, кішкене қолмен қамырымызды жаямыз. Сопақша пішінді форма жасап аламыз. Немесе бөлмей-ақ, осылай екіге бөлмей-ақ, бүтіндей сопақша қылып жасасаңыздар да болады. Немесе бөлмей, екіге бөлмей, домалақ қылып жасасаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Тура осылай видеодағыдай етіп жасап шықсаңыздар, керемет болып шығады. Мінекей біріншісі де дайын болды, оның пештің ыдысына салып, екіншісі дайын болғанша бетін жауып қойдым. Енді екіншісінде дәл осылай етіп жасап шығамыз. Мысалы, сіздерге аштықдан нан жеме десе, осы нанды жасап жесеңіздер де болады. Мысалы, пыпыстап жүрген қыз-келіншектер болса, сіздерге осы нанды жасап жеуге кеңес беретін едім. Енді нанның үстін сәндейтін боламын. Сәндеу үшін дәндер себетін боламын. Сондықтан үстін кішкене сулап шықтым. Одан кейін осылай үстіне әдемілік үшін пышақпен кесіп шығамыз, немесе лезвімен кессеңіздер де болады. Енді үстіне дәндерімізді сеуіп шығамыз. Біреуіне асқабақ дәнін сеуіп шықтым, екіншісіне шемішкенің дәнін сеуіп шықтым. Мінекей дәндерінде сеуіп болдым, енді бетін жауып қоямыз. 15 минуттай тұрды, енді қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей ашытқысыз нанымыз да пісті, толық суығаннан кейін ғана кесіп бөліп көрдім. Маған өте қатты ұнады. Іші толықтай піседі, қорықпаңыздар. Құрамында ешқандай ашытқысы жоқ. Мінекей бөліп көргенде осындай болып шығады, жұмсақ болып шығады, қорықпаңыздар. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және де жасап көрсеңіздер, міндетті түрде комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.